Құрметті білімгерлер, бүгінгі дәрісіміз ақш-тағы азамат соғысы мен революция. Қарастыратын сұрақтар: солтүстік Америкадағы ағылшын отарларының тәуелсіздік үшін күресі, екінші сұрақ ақш-тың құрылуы, үшінші сұрақ азамат соғысының басталуы және барысы, солтүстік Америкадағы буржуазиялық революция. 18 ғасырдың екінші жартысында солтүстік Америкадағы ағылшын отарларының өмірі елеулі әлеуметтік, экономикалық, саяси шиеленістермен сипатталады. Бұл аймақтар алғашында Англияның отарлық жүйесінің бір бөлігі болып, тәуелсіз басқару мен өз заңдарын жасауға мүмкіндік шектеулі болды. Отарлардағы экономикалық өмір негізінен ауыл шаруашылығы мен саудаға сүйенді, бірақ теңіз саудасы, порт қалаларының дамуы, қолөнер мен шағын өндіріс қарқыны өсті. Солтүстік Американың әр аймағы экономикалық және әлеуметтік жағынан бір-бірінен ерекшеленеді. Солтүстік провинциялар сауда мен шағын өндірістің, егіншілік пен балық шаруашылығының дамуына, қала мәдениетінің өсуіне бейім болса, оңтүстік колонияларда плантациялық экономика үстемдік жасап, еңбек күші ретінде африкалықтан құлдар пайдаланылды. Бұл айырмашылықтар кейінгі саяси қақтығыстардың да себебі болды. Ағылшын корольдігінің отарларға салық салу саясаты, сауда мен теңіз қатынастарының шектеуі, колониялық парламенттердің құқықтарын шектеуі солтүстік Американың тұрғындарының арасындағы зор наразылық тудырды. 1765 жылы шыққан құжаттық салық бұл қақтығыстың бастауы болып, колония тұрғындары оның әділетсіз деп саналды. Салықсыз өкілдік жоқ ұранның астында тұрғындар экономикалық, саяси құқықтарын қорғауға әрекет жасады. 1770 жылдары, 1780 жылдары салықтар мен сауда шектеулері күшейіп, қақтығыстар әскери сипат алды. 1773 жылы Бостон шайы оқиғасы колониялар мен метрополия арасындағы ашық қақтығыстың символына айналды. Солтүстік Американың отарларының елдің саяси дербестігіне деген ұмтылысы революциялық қозғалысты күшейтті. 1775 жылы алғаш рет әскери қақтығыстар басталып, колониялар мен Англия арасындағы толыққанды соғыс, тәуелсіздік соғысы өрбіді. Колониялар тарапынан жасақталған армия, континенталды армия Джордж Вашингтонның басшылығына күресіп, ағылшын әскеріне қарсы табанды соғыс жүргізді. 1776 жылы 4 шілдеде тәуелсіздік декларациясы қабылданып, Америка құрама штаттарының құрылуы ресми түрде жарияланды. Бұл құжатта адам құқықтары, еркіндік, теңдік принциптері негізге алынды, ал билік халықтан шыққандығы заңдық түрде бекітілді. Тәуелсіздік декларациясы әлемдік революцияның идеяларында зор ықпал етті, буржуазиялық демократиялық құндылықтарды айқын көрсетті. Азамат соғысы барысында колониялар өздерінің саяси құрылымын ұйымдастыруға кірісті. 1781 жылы ағылшын армиясының толық жеңісінен кейін 1783 жылы Версаль келісімі бойынша Англия ресми түрде отарлардағы билігінен бас тартты. ақш өзінің тәуелсіздігін жариялап қана қоймай, федералдық құрылым негізінде жаңа мемлекет құруға кірісті. 1787 жылы Конституция қабылданып, федералдық билік, президенттік институт, екі палаталы, яғни Конгресс және сот билік жүйесінде бекітілді. Бұл құжат елдің құқықтық негізін қалаумен қатар азаматтық бостандық пен меншік құқықтарын қорғауды қамтамасыз етті. ақш-тың тәуелсіздік соғысы және азамат соғысы солтүстік Америкадағы буржуазиялық революцияның көрінісі болды. Революцияның негізгі ерекшелігі саяси билікті халыққа беру, жекеменшік пен кәсіпкерлікті қорғау, заң алдында теңдікті орнату, феодалдық құқықтық қалдықтарды жою болды.
Жаңа мемлекетке экономикалық және саяси билік буржуазиялық топтарға өтіп, нарықтық қатынастар мен өндірісті дамытуға жағдай жасалды. Федералдық құрылым мемлекеттегі әр аймаққа дербестікке берсе де ұлттық бірлікті сақтау үшін орталық билікке жауапкершілікті жүктеді. Тәуелсіздік соғысының нәтижесінде қалыптасқан ақш азаматтық қоғамның дамуының жаңа үлгісін көрсетті. Федералдық құрылым, демократиялық институттар, жеке меншік құқығы, азаматтық бостандық, парламенттік бақылау бұл жаңа заманның негізгі белгілері болды. Сонымен қатар экономикалық жүйе нарық қатынастарға негізделіп, ауыл шаруашылығы мен өндіріс арасындағы байланысты күшейтті. ақш-тағы революциялық процесс Европадағы буржуазиялық революциялардың дәстүрін жалғастырып, әлемдік тарихтағы демократиялық және капиталистік институттардың қалыптасуына үлес қосты. Осылайша, Солтүстік Америкадағы тәуелсіздік күресі, азамат соғысы, жаңа федералдық мемлекеттің құрылуы 18 ғасырдағы буржуазиялық революцияның көрінісі болып, әлемдік саясат пен экономикадағы жаңа парадигманы белгіледі. Революцияның нәтижесінде ақш еркіндік, теңдік, жекеменшік құқығы, азаматтық қоғамның даму принциптерін әлемге паш етті. Бұл кейінгі кезеңдегі индустриалды, саяси өркендеудің негізін жасады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.